Сәлем баршаңызға, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Менің YouTube каналыма подписация етіп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, алдағы уақытта көптеген рецепттермен сіздермен бөлісіп отырамын. Мінекей бүгін осындай корындық дайындадым. Дәмі өте керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Мен осылайынан жылы сүтке тұзымызды салдым, үстінен бір жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып алдым. Мінекей осындай араластырдым. Енді електен өткізілген ұнымызды салып, үстінен разрыхителімізді салып, осылайынан қою қамыр болғанша, біркелкі қамыр болғанша араластыратын боламыз. Мінекей массамыз дайын болды. Міне қатты қою болмайды, қатты сұйық болмайды. Міне орташа осындай қамыр пайда болды. Енді бізге сосиска қажет болады. Мен осындай мұсылманский сосисканы пайдаландым. Енді осы сосискілердің барлығын сыртын аршып, қабығын барлығын аршып алдым. Мінекей барлығын аршып болған соң маған таяқшаларды ұзын таяқша қажет болады. Мінекей осындай ұзын таяқшамызды соңына шейін апарып тығатын боламыз. Мінекей барлығын осылайынан тығып шықтым. Енді осыны жаңағы дайын болған массамызға айналдыра отырып барлық жеріне тигізіп алатын боламыз. Мінекей осылайынан тигізіп алдым. Енді осыны панировочный сухариде бүкіл жеріне тигізіп, осылайынан қолымыздың көмегімен жағып шығатын боламыз. Бүкіл сосисканы осылайынан істеп шықтым. Енді қызып тұрған майымызды осылайынан қуыратын боламыз. Ауната отырып қызарғанша, қатты отта пісірмейміз. Орташа отта, қатты отта пісірсеңіздер күйіп кетуі мүмкін. Орташа отта осылай айналдыра отырып, міне қызарып піскенше осылайынан қуырып алдым. Барлығын осындай неге қуырып алдық. Енді оны салфеткеге қойып аласыздар. Майы сырғығанша. Мінекей біздің корындогымыз дайын болды. Мен осындай кетчуппен осылайынан әрлеп шықтым. Сырный соуспен де әрлесеңіздер болады. Мінекей дәмі өте керемет болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Балалардың сүйікті асы десем де болады. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын.